Марк Твен әйгілі жазушы, гуманист, қоғам қайраткері. Автор балалық шағындағы естеліктеріне негізделе отырып 1876 жылы Том Сойердің бастан кешкендері атты туындысын жазып шығады. Шығармада азамат соғысына дейін Американың оңтүстігіндегі шағын қалада өмір сүрген балалардың бастан кешкен қызықты оқиғалары баяндалған. Байқап қарасаңыз, әр ұлттың, әр елдің әдебиетінде тіністеу келген, балалық оймен түрлі бұзушылық жасап, бірақ кейде опық жейтін, бірақ та өзінің бойындағы ерекше қасиеттерімен, табандылығымен әр адамның балалық шағын еске түсіретін кейіпкерлері баршылық. Әлем әдебиетіндегі сондай кейіпкерлердің бірі Том Сойер. 12 жастағы Том Сойер өжет, тапқыр, достыққа адал болады. Том Сойер қала тәртібімен өмір сүргісі келмейді. Еркіндікті аңсап, үйден қашып, үңгірде тұрады. Марк Твеннің бұл шығармасы шамамен 19 ғасырдың ортасындағы бақытты бозбалалық шақтарды елестетеді. Жалпы айтқанда, Томның өзіндік қызығушылығының, қайсарлығының арқасында көптеген оқиғаларға тап болды. Тіпті кісі өліміне де куә болды. Соның арқасында жазықсыз айыпталушыны жазадан аман алып қалды. Томның арманы қарақшы болу. Оның жақын досы Геклберри Феннмен болашақ қарақшылар болуға бел байлайды. Олар үшін бұл үлкен құрмет, абырой болып көрінеді. Бұл шығарманы оқи отырып, балалық шақтағы естеліктерді есіңізге түсіресіз, ой түйесіз, кейіпкермен бірге қобалжуды сезінесіз. Ең бастысы, бұл шығармада шындық негізделген. Мен бұл кітапты сізге оқуға кеңес беремін.